Сол күні мен Майнкрафт әлемінде шығамын. Қалай бұл әлемге кіріп кеткенімді білмеймін, бірақ мен қарсы емеспін. Өйткені қараңыздаршы, айналамызда барлығы әп-әдемі, төрт бұрышты блоктардан болса да. Жалпы мен Майнкрафт ойнап жүргеніме көп болды. Сол себепті бұл әлемде қалай өмір сүру керек екенін білемін. Алдымен әрине ағашты ұрудан бастадым. Қолымнан қол қалмады, бірақ әйтеуір дегенде бірнеше ағаштар жинадым. Кейін верстак істедім. Ал одан кейін құралдар істей бастадым. Шахтаға бардым, зомби, крипер, өрмекшіні кездестірдім. Олармен шайқастым. Кейін угіл, желез, алмаздар таптым. Бірінші алмазны киркамды жасадым. Өз үйімді сала бастадым. Ал қалай екен сіздерге мынай? Одан кейін мен ішім пысып кеткесін мен Майнкрафт ойнағым келіп кетті. Сол себепті компьютерді Майнкрафтта да жасап алдым. Қазір Майнкрафтта Майнкрафт ойнайтын боламыз. Қой, Майнкрафттан шығып Майнкрафтқа оралайын. Терезеге қарасам, түн болып кетіпті ғой. Онда мен ұйықтайын. Келесі күні мен өзіме ит тауып алдым. Енді мен өзімді жалғыз сезінбейтін боламын. Достар, бұл итке біз ат ойластыруымыз керек. Комментарийға идеяларыңызды жазыңыздар. Ал мен болсам Nether порталын жасап, сонда аттандым. Мына жаққа кондиционер жетіспейтін сияқты. Ал Nether әлемін зерттеуге кеттім. Звинозомбиларды, пиглиндарды, слизиндарды, ифриттарды кездестірдім. Сонында әйтеуір дегенде крепске барып ифриттің стерженін алдым. Үйге қайтайық. Ал енді давайте алыс саяхат жасайық. Жүріп бара жатқанда бір уақытта алыстан бір ауылды көремін. Жителдермен сауда жасаймын. Кеш болып кеткесін олардың үйінде қонуды шештім. Келесі күні тұрсам, ауылда рейд болып жатыр екен. Оны көрген мен ауылдан қаша жөнелдім. Бір уақытта кетіп бара жатқанда пирамиданы көрдім. Пирамидада сандықтар бар ғой. Жақындағанда пирамиданың ішінде бірдеңе көріне бастады. Мынау деген Стив қой. Тану Стивті көремін ба не? Стив маған қарамай артымен отқасын, мен оған түрте бастадым. Херобрин? Бір сөзбен мен қашып кеттім. Херобринді бірінші рет көріп тұрмын Майнкрафтта. Бәлкім бұл мод шығар. Кім білет? Не олса да Херобрин пирамидадағы сандықтарды менен қорғаған сияқты. Чиотты мен мұны әлемнен шаршап ішім пісіп кетті. Сол себепті қызықты болсын деп шейдер қостым. Басынан бастап қосып қою керек еді ғой бұны. Шейдерге тоймай мен модтарды да қоса бастадым. Мен үшін қарапайымдағы Майнкрафттың тағамдары аздау болды. Сол себепті мен неше түрлі тағамдардың түрлерін модтар арқылы қостым. Тамақ жеуді мен жақсы көремін. Тамақтарды жақсы ет тұрып ішіп алдым. Қой, енді үйіме барайын. Үйіме келсем, есік алдында бір бөтен ойыншы тұр екен. Жоқ, тоқтаңдаршы. Бұл мен ғой. Яғни мен Майнкрафт скинім. Мен оның қасына барып, сенің атың кім деп сұрадым. Ол болса чатқа Нұрлан Қалам деп жауап берді. Мен де оған өз атымды Нұрлан Қалам дедім. Ол болса бұл әлемде тек қана бір ғана Нұрлан Қалам бола алады деді. Сол себепті мені ойыннан шығарып бан беріп тастады. Достар, назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал сау болыңыздар. Келесі кездесеміз.